Сәлем достар, бүгін біздің қырқамыз үшінші жартысын мектепте қырық келді. Ай сөйле деген қыз ұрысып қалыпты. Соған қайсысына қырық батырым керек емес деп бапкерім өзім үйде осындай еттім бе алдадым әлде өзім қырықтың жартысын. Сен қайсымен мен қырық отырмаймын дедім. Керек емес сенің қайшы дедім да былайына кешірім сұраймын. Қарғып тастадым өткен. Қарғықты бастаған мен. Қарғыту деген не екенін білмейтін болсаңыз жаман ұят. Қарғыту деген оны негізі қарғыту қарғытылу дейді. Дестерясия. Ой, әшен қарғатылып қалу деп ойламаңыздар. Білмейтіндер. Қарғыту ол адамның ең жақын досымен айыру. Бір-біріне. Досым, сен анамен дос болмай деп сөйтіп айту. Не сөйтіп айтқанын бірден қалдық. Әлі үшенің шенші әлі менен мен ұшпаш мен қарғыттым деді. Оны қысқашадан біреулер қарғатығы дейді. Қартықпақ дейді. Яғни сөйтіп айту керек. Қазақшадан қартықпақ. Арқасына сүретін саған бұл байланыстырып қырық батырмен. Әрине сіздерді мен одан кешірім сұрадым. Кешірім еттім. Не деп айтсам болады? Комментарияға жазып кетіңіздер. Төрт ай болды.